қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде жобасының бүгінгі қонағы Бриллиант ханым. Қайырлы күн. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Әуелі өзіңізді таныстырып өтсеңіз көрермендерге. Баршаңызға қайырлы күн. Менің аты жөнім Алиева Бриллиант Халыковна. Жасым 20-да. Ұлтым Әзірбайжан. Жақсы, Бриллиант ханым, өзіңізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Енді қазақ тілін қалай, қашан үйреніп бастадыңыз, сол туралы айтсаңыз. Мен бастауышта оқығанда 4-ші сыныпқа дейін орыс мектебінде оқыдым. Сосын анамның жұмысына байланысты қазақ мектебіне ауыстым. Қазіргі Сәкен Сейфуллин атындағы бұрынғы 92-ші гимназияны тамамдадым. 2022 жылы ол қазақ гимназиясы. Сол жерде мен қазақ тілін үйрендім. Ал енді бастапқыда үйрену, жалпы қазақ ортаға үйренісу қиын болған жоқ па сізге? Жоқ, үйренісу қиын болған жоқ, тез үйреніп кеттім. Кітап оқып, диктант жазып, мұғалімдер көмектесті. Жақсы. Ал енді отбасыңызда қазақша сөйлейсіздер ме? Жалпы отбасыңыз туралы кеңірек айтып берсеңіз. Менің әкемнің ұлты Әзірбайжан, анам қазақ. Біз үйде қазақ тілінде сөйлейміз. Менің әкем де қазақ тілінде сөйлейді. Әкемнің туыстарының көбісі де қазақ тілінде сөйлейді. Себебі әкем Жамбыл облысында Меркі ауданының тумасы. Ол қазақ ауылы. Олар көршілері барлықтары қазақ болған. Сондықтан мен әкем де кішкентай кезінен қазақ тілінде сөйлейді. Біз үйде қазақша сөйлейміз. Жақсы. Ал енді осы қазақ тілін үйренудің қандай артықшылықтары болды өміріңізде? Артықшылықтары өте көп. Мен тіпті қазір осындай дәрежеге жетіп отқанның өзі осы қазақ тілінде сөйлегенімнің арқасы деп білемін. Жақсы. Ал енді қазір оқып жатырсыз, жалпы мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Енді бұл қазақ тілімен байланысы бар ма, сол туралы айтып өтсеңіз. Негізі мен 8-ші сыныптан бері журналист болуды армандадым. Бірақ 11-ші сынып бітірер кезде, 10-ші сыныптан бері журналистикаға түсуге дайындалдым. 11-ші сынып бітірер кезде ата-анам аяқ астынан сен орыс тілі әдебиеті мұғалімі боласың деп шешті. Сосын мен орыс тілі әдебиетінен ЕНТ тапсырдым. Бірақ құжат тапсыруға аз уақыт қалған кезде, 1-2 күн қалған кезде мен бір құрбыммен сөйлесіп отырып жыладым. Мен орыс тілі мұғалім болғым келмейді, мен журналист болғым келеді деп. Сосын ол маған айтты, сен білесің бе, осылай сен өзінің Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығындағы балдарыңды алып, сен түсе аласың журналистикаға деп. Сол кезде мен ата-анама айтпай, өзім сенбі, жексенбі күндері, демалыс күндері документтерімді жинап, дүйсенбі күні барып құжатымды тапсырдым. Құжатты тапсырып болғаннан кейін мен анамның жұмысына бардым. Мама, мен журналистикаға құжаттарымды тапсырдым деп айттым. Сосын мама басында ұрысқан жоқ, енді көңілі түсті, бірақ айтты, жарайды, енді сенің қалауың осы болса, біз не істейміз деді. Сондықтан мен қазір осылай еңбектеніп тырысып жүргенім сол ата-анамның үмітін ақтау, мен осы журналистикаға босқа түспегенімді дәлелдеу. Жақсы, тамаша. Енді қазір жұмыс істеп жатырсыз, иә? Жалпы жұмысыңыз өзіңізге ұнайды ма? Қандай артықшылықтары бар, қызық жақтары бар, немесе қандай қиындықтары бар? Менің жұмысым өзіме өте қатты ұнайды. Мен әрдайым айтам, бұл менің жұмысым емес, бұл менің хоббиім, тек мен ол үшін ақша аламын деп. Өте қызықты, біз әрдайым түсірілімдерге барамыз. Ал сіз қазір қай арнада журналист болып істеп жатырсыз? Мен қазір 5-ші арнада журналист болып істеп жүрмін. Жақсы. Ал енді жаңа оқу жылы келе жатыр. Жалпы осы журналистиканы таңдайтын жас түлектерге қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы бұл салаға жұмыс істеу үшін нені білу керек, немесе неге шыдау керек деген сияқты? Иә, ең бастысы расымен де шыдамдылық, төзімділік және ең бастысы өзіңнің болашақ мамандығыңа деген сүйіспеншілік, шынайы махаббат. Тек сол кезде ғана сен нағыз журналист бола аласың деп сенемін мен. Жақсы. Жаңа енді журналистикаға хоббиім деп айтып қалдым. Одан басқа қандай хоббиіңіз бар? Жалпы бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Шынымды айтсам, мен бос уақытымда тиктоктан қазақша өлеңдер деп іздеп, немесе жай интернеттен тексттарды қарап, өлең оқып, өзім солай дайындалған ұнайды. Мен бір өлең ұнап қалса, соны отырып, 1-2 сағат бойы қайта оқи берем. Өзіме ұнаған дикциясын қойып, өзіме ұнаған ырғақпен солай. Жақсы. Ал енді сосын өлеңдерді оқығаннан кейін өзіңіз жалпы әлеуметтік желілерде бөлісесіз бе?
немесе бір өлең оқу сайыстарына қатысасыз ба? Мен негізі өзім мәнерлеп оқуға қатыстым бастауыш сыныптан бері. Күліш Төлеуханқызы деген керемет Қазақстанға танымал ұстаз бар. Сол кісі менің ұстазым. Мені мәнерлеп оқуды үйреткен, әртүрлі сайыстарға, жарыстарға мені апарып, сол кісінің арқасында менің негізі журналистикаға деген махаббатым оянды. Мен ол өлеңдерді оқығанда видеоның алдына тұрып оқымаймын, жай өзіме ұнағандықтан оқи берем. Ал кейде өте сирек уақыттарда диктофонға жазып алам, сосын фонға өзім бір видео жасап, өзімнің видеоларымнан сондай бір артына фоновый музыка қойып, өте сирек кезде ғана инстаграмға салам, былай кішкене ұяламын ба, білмеймін. Жаңа айттыңыз ғой, инстаграмда жалпы әлеуметтік желіде бөлісуге ұяламын деп. Енді журналистикада жүргеннен көп ортаға барасыз, камераның алдында сөйлеу керек болады. Жалпы сол өзіңізбен ұялуды, адамдардың алдында қысылуды қалай жеңесіз? Осы мектеп бітіргенге дейін Назым Шокитаевна деген менің орыс тілі ұстазым болды. Сол кісі маған үнемі айтатын, мен сол кезде орыс тілінде мәнерлеп оқыдым. Үнемі айтатын, сен сахнаға шыққанда қорықпа, өзіңе айт. Бұл өлеңді менен жақсы ешкім оқымайды. Дәл мендей бұны ешкім оқи алмайды деп. Сол сияқты мен қазір сахнаға шыққанда, камера алдына шыққанда да ойлаймын, бәрібір ешкім мен сияқты емес, бұны тек мен ғана істей аламын деп. 100% көмектеседі деп айта алмаймын, әрине, бірақ сонда да кішкене бір сенімділік береді. Жақсы, жаңа сенімділік деп айтып қалдық қой. Жалпы енді сіз әртүрлі салада жүресіз, өзіңізді жан-жақты дамытуға тырысасыз, түрлі курстарға барасыз. Соның бәріне өзіңізге шабытты қайдан аласыз? Білмеймін, шабыт маған келе береді, шынымды айтсам. Мен анам маған үнемі айтып отырады, оқы, курстарға бар, қайда барғың келеді, не оқығың келеді, соны оқи бер, өзіңе ақшаны аяма, біліңмене ақшаны құя бер деп. Шабыт өзінен өзі мен жай ғана оқи бергім келеді. Білмеймін, шабыт сол өзі келеді. Жақсы. Ал қандай армандарыңыз бар? Болашаққа қандай жоспарыңыз бар? Мен негізі оны ешкімге айтпаймын, шынымды айтсам. Мен андай көз тиеді дегенге сенемін. Енді қазіргі таңда шетелде оқу жоспарда бар. Жақсы, енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, басында ата-анам қарсы болды деп. Қазір енді көп оқушылар өзі болашаққа қалай таңдау жасарын білмейді. Сіз өзіңіздің осы журналистика саласы сіздікі екенін қалай түсіндіңіз? Және ата-анаңыздың қарсылығы болады деп қорықсаңыз, енді оны жеңе білдіңіз ғой, соған өзіңізге қалай ерік жігер алдыңыз? Жалпы қандай кеңес бересіз? Негізі мен өзім аса ешкімді тыңдамайтын адаммын. Әрине енді ата-ана болған соң сыйлайсың, бірақ сол кезде менің ойлағаным ол тек бұл менің болашақ өмірім. Егер мен қазір таңдау жасамасам, мен өмір бойы өкініп өтемін деп ойладым. Ал жастарға беретін кеңесім, өздеріңді таңдаңдар, тек өздеріңнің жүрек қалауларыңды ғана орындаңдар, өз ойларыңды ашып айтуға қорықпаңдар. Жақсы, ал енді осы тіл үйренуге, жалпы қазақ тілін үйренуге орта әсер ете ме? Жалпы достарыңыз, қазақ достарыңыз бар ма? Ортаңыз қазақ па? Әрине, менің ортам қазақ. Мен ортамда шын айтсам, басқа өзге ұлт өкілі жоқ екен, мен қатты жақын араласатын. Әрине, енді мен достық үйінде барып тұрамын. Достық үйіне ассамблея мүшесімін. Ол жерде таныстарым бар, бірақ мен араласып, дос болатын өзге ұлт өкілі жоқ. Мен ортам тек қазақтар, достарым барлығы қазақ. Жақсы, Рият, ал енді осы қандай жетістіктеріңіз бар? Енді түрлі салада өзіңізді сынап көріп жүрсіз ғой? Енді жетістіктерім жетеді. Мен негізі көбінесе мектепте мәнерлеп оқудан конкурстарға қатыстым, сайыстарға. Ал енді мен университетке оқуға түскеннен бері мен өзге ұлт өкілі болғандықтан қазақ тілін жетік меңгерген. Мені көбінесе қазақ тілі олимпиадаларына жібереді. Мен әр барған сайын тек бірінші орынды ғана алып келетін. Және осы жақында ғана мен Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтан алғыс хат алдым. Және журналистер мерекесіне Саран қаласының әкімі маған алғыс хат берді. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді көп адамдар көбінесе сіздің өзге ұлт екеніңізді бірден байқай ма, әлде қазақ қызы деп қабылдай ма? Жалпы сен қазақша сөйлеп тұрған кезде олардың реакциясы қалай болады? Адамдар мені көргенде енді менің түрім қазаққа ұқсамайды ғой.
сосын мен таксиге болсын кіргенде, дүкенге кіргенде танымайтын адамдармен қазақша мен үнемі орыс болсын қазақ болсын сәлеметсіз деп амандасамын. Егер маған сәлеметсіз деп қазақша жауап берсе, мен ары қарай қазақша жалғастырамын диалогты. Енді егер орысша жауап берсе, онда орысша сөйлесемін. Тек өзге ұлт өкілдері орысша жауап берсе, орысша сөйлесемін. Егер қазақтар орысша маған сөйлесе, мен онда принципиально қазақша сөйлеп тұрамын. Сол кезде сіз кімсіз, ұлтыңыз кім, қазақсыз ба деп осылай, түріңіз қазаққа ұқсамайды деп үнемі айтады. Жақсы вариант. Енді сізбен әңгімелессек, әңгімеміз бүгін таусылмас. Енді осы сұхбатымыздың соңына қарай сізге қолқа салып бір өлең оқып берсеңіз бізге. Ja, әрине, олай болса, Сәкен Сейфуллиннің «Іні шегіме» өлеңін оқып берейін. Ойынды қой, оқыны шегім алға бас, жарқыратып ақ нұрменен көңілді аш. Балалыққа жас миыңды алдатпа, ғылым үйрен, нұрға толсын кеудең жас. Бұл заманда ғылым білу өнер алды, аталарың оны білмей артта қалды. Шырға қылып қызартқанға алданып, әр харамға ысырап қылып біткен малды. Қамсыз жатып артта қалды бүгінде, я шырақсыз, я сәулесіз қараңғы үйде. Сырттан қарап жанашитын адам жоқ, ағаларың жатыр қалқан бұл күйде. Біз қараңғы үйде отырмыз қарағым, басқа жұрттар жап жарық қып шырағын, солардай боп біз де жарық көрейік, сендер де көп шырақ жақшы шырағым. Көп рахмет. Ал енді әңгімеміздің сұхбатымыздың соңында көрермендерге айтар тілегіңіз болса. Құрметті көрермендер, сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Баршаңызға денсаулық, ашық аспан тілеймін. Еліміз аман, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі шығармамыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.